мектебіне ауысып келді. Ол бұл жерде Стефани есімді қызбен танысып, онымен жақын араласып кетеді. Ол Таняға қатал күзетші Том Хустан аулақ болуға кеңес береді. Алайда жаңа келген оқушы мектеп дәлізінде адасып қалғанын көрген күзетші оған жылы қабақпен жолды көрсетеді. Үзіліс кезінде Таня Стефанидан біраз уақыт оның үйінде тұруды сұрайды, өйткені оның асырап алған ата-анасымен қарым-қатынасы нашар екен. Бірақ Стефани үзілді-кесілді бас тартады. Таня сыныптасы Челсидің жігітіне күлімсірейді. Бұл оның қызына ұнамады. Жауап ретінде ол Таняға туралы жала жауып, оны Стефанимен ұрыстырады. Том жаңа келген оқушыны жұбатып, мұндағы оқушылардың бәрі жаман екенін айтады. Қыз оған ажырасқаннан кейін жаңа жігіт тапқан туған анасының оны көргісі келмейтінін айтады. Ал оны асырап алған ата-анасымен қарым-қатынасы өте нашар екен. Ер адам студентті жұбатып, бәрі жақсы болатынын айтып, достық белгісі ретінде оны жай ғана Том деп атауды ұсынады. Келесі кездесуде Таня анасы тіпті қоңырауына жауап бермейтінін айтып шағымданғанда, күзетші оған анасына баруының жолақысын береді. Содан кейін ол кенеттен қызды ерінен сүйеді. Мектеп оқушысы автобуспен анасына барады, бірақ анасы сот шешімі бойынша олар кездесе алмайтынын айтып, оны қуып шығады. Таня асырап алған отбасына қайтқысы келмей, күзетшінің үйіне оралады. Том бүгін үйде ата-анасы жоқ екенін, сондықтан оның бөлмесінде қона алатынын айтады. Ол сондай-ақ өзін тыныш ұстайтын болса, оған осында қалуға мүмкіндік беретінін ашады. Таңертең күзетші оқушыны досы Джудиге алып келеді. Қыз Томның оған жақсы қарайтынын және кейде олар сүйісетінін айтады. Джуди бұл жағдайға алаңдаушылықпен қарап, оған анасымен тағы да байланысып көруге кеңес береді. Кешке Том sıрамен оралып, Джуден екеуін оңаша қалдыруын өтініп, қызбен бірге түнін өткізеді. Таңертең ол оқушыға енді олар әрдайым бірге болатынына уәде етеді. Келесі түні Том Таняны абайлап өз жатын бөлмесіне ауыстырып, енді ол уақытша осында тұратынын айтады. Ол қыздан ата-анасы білмес үшін шуламауды сұрайды. Таняның келісуден басқаға шарасы қалмады. Кешке ол дәретхана ретінде қолдансын деп оған шелек берді. Ал таңертең ер адам оған күнделік сыйлап, олардың әрбір жақындасқан сәтіп жазып отыруды сұрайды. Мектепке кетер алдында оған ескертеді. Ол асырап алған ата-анасынан қашып кеткендіктен, оны балалар үйіне қайта жіберуетінін айтып. Сондықтан ол мұны қаламаса, мұнда тыныш отыруы және оның жұмыстан келуін күту керек. Осылайша Таняның күзетшінің бөлмесіндегі шексіз күндері басталады. Кейде ол оның қарт ата-анасының ұрысып жатқанын естиді. Бір күні тіпті кетуге шешім қабылдайды, бірақ соңында батылы жептейді. Томға Джудиден және Таняның анасынан қоңыраулар түседі, қызды іздеді. Бірақ еркек оларға қыздың оның үйінен кетіп қалғанына бірнеше уақыт болғанын айтады. Олардың үйіне полиция қызметкері келгенде, ол Таняны жертөлеге апарып, полицейлер оны таба алмайтындай етіп жасырады. 9 айлық қамалудан кейін Таня заттарын жинап, Томға көмегі үшін алғыс айтып, оны жіберуді сұрайды. Алайда күзетші енді ол оған тиесілі екенін, сондықтан оның бұл жерден тек өлі мәйіті ғана шығатынын айтып қорқытады. Рождество кезінде Том тұтқынды шкафқа тығылуын сұрайды, өйткені оның отбасының дәстүрі бойынша барлығы бір-бірінің бөлмелеріне кіріп құттықтайды екен. Бір күні ол Таняға оның анасы басқа бір еркекке тұрмысқа шығып жатқан жайлы жаңалықты көрсетеді. Ал кейін анасы үшін Таняның өмірі қызық емес екенін айтады. 4 жылдық тұтқындаудан кейін қыз тағы да ер адамнан өзін босатуын сұрайды. Алайда ол Таняға оны қатты жақсы көретінін, сондықтан ол кетсе өз-өзіне қол жұмсайтынын айтады. Оған жаны ашыған Таня тағы да осында қалуға келіседі. 7 жылдық қамалудан кейін Таня түнде аулаға шығып таза ауа жұтуға рұқсат сұрайды. Том тұтқынның кәмелеттік жасқа толғанын түсініп, оған дүкенге жалғыз баруға рұқсатын береді. Алайда, егер қыз біреуге олар туралы айтса, оны тауып алып өлтіретінін ескертеді. Таня дүкенге барып, жаңа киім сатып алады. Осыдан кейін ол Томға қайтып оралады, ал еркек егер ол өзін жақсы ұстаса, оны сыртқа жалғыз жіберіп тұратынын айтады. Келесі жолы ер адам Таняға тәттілер алу үшін дүкенге баруға рұқсат етеді. Бірде Таня өзін ата-анасына таныстыруды ұсынады. Ойланып, ер адам оны өзінің қызы ретінде таныстыруға келіседі. Осылайша Таня күзетшінің ата-анасымен танысады. Алайда оның жұмыссыз екеніне разы емес. Томның анасы Флоренс оның ыдыс жуу машинасын пайдалануды білмейтінін білгенде тіпті оған ашуланады. Бірде қыз шіркеуге кіреді, бірақ киімінің сәйкес келмеуіне байланысты онда қалуға батылы бармайды. Бірақ ол келесі күні шіркеуге баруға лайықты киім сатып алу үшін дүкенге барады. Осылай Таня ақырындап жексенбілік шіркеулік жиындарға қатысы бастайды. Ол сондай-ақ үй жұмыстарында Томның ата-анасына көмектесумен болды. Бірде қыз үйіне кешігіп келді, ал ашуланған еркек бұл әлемде ол үшін одан артық адам жоқ екенін айтады. Содан кейін ол Таняның жинап жүрген барлық ақшасын тартып алады. Ақырында қыз әйелдер затын сатып алу үшін дүкенге келіп, сатушыға ақшасының жоқ екенін мойындайды.
Дүкенші оған осында жұмысқа кіруге ұсыныс жасаған. Алайда ол бас тартады. Жігіт оған жұмыс істеуге рұқсат бермейтінін айтып, кенеттен дүкенге полицей кіріп қалады. Алайда ол полицейге барлық жағдайдың айтып берудің орнына жай ғана кетіп қалады. Кезекті дүкенге барған кезде сатушы қайтадан Таняға жақындап, оның мектеп күзетшісімен бірге тұратынын білетінін айтады. Ол күзетшінің неге оған жұмыс істеуге тыйым салғанын түсінбейді. Таня жауап беруден бас тартып, жай ғана қашып кетеді. Түнде Таня дүкендегі әңгімесін есіне алады. Ал таңертең сол жерге барып, сатушыға өзінің неге емес, жоғалған Таня Кач екенін мойындайды. Ер адам жоғалған мектеп оқушысы туралы ақпаратты тауып, оған дереу полицияға қоңырау шалуды ұсынады. Бірақ Таня Томнан қорқатынын айтып кетіп қалады. Үйде қызды наразы күйеуі мен оның ата-анасы қарсы алып, оны бірден үй шаруасымен айналысуға мәжбүрлейді. Кенеттен полиция басып кіріп, Томды тұтқындайды. Ал кейін түсінбей тұрған қарттарға олардың ұлдары 10 жыл бойы оқушыны үйінде мәжбүрлеп ұстағанын түсіндіреді. Таня өз заттарын жинап, Томның оны сатқын деп айқайлап атағанына қарамастан үйден шығып кетеді. Осыдан кейін ол анасымен қарым-қатынасын біртіндеп қалпына келтіріп, онымен бірге психологқа бара бастайды. Нәтижесінде Таня жоғары білім алып, қазір күйеуімен бірге өздері сатып алған үйде тұрады. Ал Томас